göstereceğiniz kalay siz Aray'ın elimine hoş geldiniz. Ben bu videodan Secret Brush'ın Simon на кухне балкон бактым. Потом брекшик переставляет к тем. Мен бастаймыз. Біз мына жүктеміз. Мен үйде істейтін боламын, сондықтан қазір бастаймыз. И бұл үй мындай қазір көрсетемін. Міне қандай балконы. Мынау үйім, в принципе, без комната. На балконды қандай бөлмеге айналдыруға болады. Например, залға. И сонымен біз мына балконның қасындағы бөлмеден бастаймыз. Бұяқта мампапасы тұрады. Мампапасы. Біз оларға мындай кровать аламыз қазір. Осындай аламыз. И оларға шкаф керек, конечно, сосын қасына бөпелеріне бір кровать керек. Қаны кровать істейміз. Сосын мындай не алу керек осындай бір бұтаны. Мен сондай алатын боламын, потому что еще мындай аламын қазір. Былай жабатын боламын. Үстіне де заттар қойып болатын чтобы. И потом сурет аламын. Конечно же, бір кішкентай и әдемі бір сурет аламын. Мен көп суреттер қойған жақсы көремін, сондықтан осындай алатын боламын. Сосын мен мындай коврик аламын. Что болады тұрғанда аяқтары күшті қалыш, бірақ олар писамыстар сезбейді бұны. Сондықтан бірінші мынаны қойып алайық, мынаны қояйық. Сосын үстіне компьютер қойып болады. Так, қайда мында компьютер? Например, мындай қойуға болады. Мен мындай қоямын. Сосын мындай жостиктер, бірдемелер қойуға болады. Например, еще камера қоямын. Қазір достар, мынаны ішіне салып жіберейін. Қазір мен үйде мына бөлме жасап болғасын сіздерге қайтып ораламын. Достар, міне істеп болдым. Міне, короче, істеп болдым. Мында жаңағыдай приставка мен камера тұр, мынарда ешнәрсе тұрған жоқ. Мен бұрғандай бас киім дегенде очки сондайлар сатып аламын. Келесі, бұл везде вроде не бұл. Можно сделать тут детскую комнату. Мен қазір детская комната істеймін. Күтті қызғым. И мен тоқтатып қоямын, сондықтан өзім істеп болғаннан кейін көрсетемін. И мындай бөлме дайын. Мына жерге мне компьютердің астына қысуға мындай сөмкелер қойға болады, например. Келесі бізде кухняда жеттік. Сосын сонда мынаны істейтін боламыз. Кухняны істеп болғаннан кейін көрсетемін. Достар, мынаны істеп болдым. Мен мынаяқтандайлар. Мына астында судың, короче, мынаяқта ешнәрсе жоқ. Мен мындай шкаф алдым, потому что мындай шкафтарға мындай карпулер сыймадым. И келесі бөлме бізде ванна. Ваннаны істейтін боламыз. Қазір сіздерге ораламын. Достар, кешіріңіздер, мен столды ұмытып кеткенмін, сондықтан столды істеп жібердім. Достар, ал бұл енді ванна. Бірден ұмытып кетсем, комментария жазып кетіңіздер. Ал келесі бөлме бізде үлкен қызының жеке бөлмесі. Ол өте үлкен болады. Ну, по крайней мере. Сондықтан бастаймыз. Достар, и мен өз персонаждарды алдым. И таныстырып кетейін. Бұл сериалдың атын әлі ойластырған жоқпын, сондықтан келесі видеоларды күтіңіздер. Бұл оның қызы. Адам короче, Алина.
Короче, любой бола берсін, өздеріңіз комментария жазып кетіңіздер, қандай ат ойластыруға. Мен әлі ойластырған жоқпын. Мынау олардың қызы, мынау олардың мамасы, не мамасы, мынау олардың әкесі. Үйде бірақ ол, сондықтан кешіріңіздер. И бұл сериалдың атын әлі тоже ойластырған жоқпын, сондықтан комментария жазып кетіңіздер. Ал мында сөмкеде киімдер. Міне. Мамасының киберікі өзінікі. Ал ол папасынікі мен қыздікін сосын білетін боламын. Біз енді күтіған залды жасайтын боламыз. Ой, жасайтын боламыз, сондықтан бастаймын. Мен қазір ораламын сіздерге. И мне зал күттай. Нараға мне отырады. Конечно же, қызы, сосын папасы отырады. И бұл сонымен рум-тур істей жіберейін қайтадан. Ал кеттік біз бастайық. Если видео тоқталып қалса, онда екінші часті бұл мүмкін. Басқа үйлерге. Рум-тур. Сондықтан бастаймыз. Ол телефонмен, потому что мен оған уже телефон сатып алғанмын. Рум-тур. Папасының комнатасы. Мен байқадым. Киімдер, сондай заттар қоятын боламын. Сондықтан келесі бөлме. Ой, кетіп қалдым онаққа. Келесі бөлме ол мына күттай қыздікі. Мен әлі атты ойластырған жоқпын. Айттым ғой сіздерге. Мынараға әлі күттай отырғыштар істеу керек. Мынараға күттай жерге. Ой, блин, мен арақ столымды күткен, сосын істей жіберермін обязательно. Келесі. У нас кухня, мне рум-тур. Қайтып жүрмін. И бұяқты өздеріңіз білесіздер. Келесі ванна күттай. Обойды да менять етуім керекпін. Қазір менять етемін обойды. А мынау қызының бөлмесі. Обойларға кіреміз, ваннаға мындай таңдаймыз. Сосын цвет. Ой. Классики мындай таңдаймын. Екеуі совпадает. Енді қызына обычный болады, потому что мен не қылғым келмейтіндей. Жоқ, бұнда болмайды. Әдемі емес, маған ұнамайды өзіме. Мындай сердечко бар, мындай бар. Мен мындай аламын. Мындай алсын бәке. Жарайды, мындай аламын мен. Сосын мындай розовый алатын боламын. Короче, розовый стиль алатын боламын. Кухня ондай болмайды. Кухня просто обычный болады. Мынақта мындай болады. Мына жақта сондай болады. И мына цветочкымен болады. Ой, не екен ғой. Ладно, келесі мындай болады. Детский болсын бекен. Ладно, он детский болсын, сонда қыламыз. Мынақта қандай болса екен деп ойлап тұрмын. Мында бәрі келіп тұр как раз. Жоқ, мынаны қалдырамын все-таки. Не, осыны қалдыратын боламын. И сонымен біздің үйімізді дайын. И сау бол. Если бұл видео ұнаса саған, тіркеліп лайк басып қойып. И мен мындай киімдерді өзім істеп қоятын боламын. Киімдер сатып алып, мен көрсетпеймін қалай киімдер сатып алатынымды. Сондықтан пока-пока. Бұл рум-тур болды. Сосын мына отбасыға сериалға атын жазып кет. Сосын персонаждарға ат жаз. Мамасына, қызына, әкесіне и тағы бір қызына. Если тағы ол қосқыларыңыз келсе, айтыңыздар, қосамын. Сондықтан пока-пока. Бірақ оған комната жетсем, бірақ мына қызбен ұйықтайды. Сонымен пока-пока-пока. Қыздар бар. И сен райдың әлемінде болдыңыздар.